Барлығы оқушыдан басталады. Біз барлық бала жаңа нәрсені көруге, оқып білуге құмар деп білеміз. Біз тек академиялық мәліметтерге мән бермейміз. Біз білім сапасына көңіл аударамыз. Бұл мектеп білікті мамандармен қатар болашақ жасампаз тұлғалардың шығуына аянбай еңбек етеді. Біз биылғы оқу жылында 10-11 сыныптарға аса басымдық беріп жатырмыз. Оқушылардың сұранысы бойынша пән курстарын аштық. Оның ішінде ұбт-ға бағытталған дайындық курстары қарқынды жұмыс жасауда. Осындай жұмыстардың арқасында былтырғы 127 түлегіміз мемлекеттік грант иегері атанды. Одан бөлек Ирландия, Турция, ақш-тың Бостон университетіне және де Европаның бір қатар елдеріне оқушыларымыз грантқа түсті. Бізде таңғы уақытта оқушыларымыз таңдау пәндері бойынша білім алса, түстен кейін қосымша ұбт-ға бағытталған курстарда білім алады. Оның ішінде түрлі таңдау пәндеріне сәйкес әр оқушы білікті мамандармен дайындық жасайды. Және де профориентация бойынша мамандық таңдауға жағдай жасағанбыз. Сонымен қатар түрлі университеттермен байланыс жасап, балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында мектебімізге жиі шақырамыз. Осындай жүйелі жұмыстардың нәтижесінде біздің алдағы жылдан күтетін үмітіміз өте көп. Бұл біздің тест кабинетіміз. Мұнда оқушыларымыздың жайлылығы үшін барлық жағдайлар жасалған. Нағыз ұлттық тестілеу орталығындағыдай компьютерлер мен камералармен жабдықталған. Және де бірнеше платформалар жұмыс жасайды. Осы платформалардың арқасында оқушыларымыз нағыз ұбт-да қиналмай, мықты нәтижелерге жетеді. Бұл біздің оқушыларымыздың тест нәтижелері. Бұл тест нәтижелерін кез келген уақытта ата-ана да, оқушы да, ұстаздары да бақылай алады, барлығы сақталады. Мұнда біздер сабақтар жүргізілетін аймақ, сабақ өтетін кабинеттеріміз. Осылай жүре берсек, біздің кеңсеге де келіп жетеміз. Мінекей бұл біздің кеңсе. Мұнда кураторларымыз әр оқушымен жеке жұмыс жасап, олардың әрқайсысынан тапсырмаларын жеке алып отырады. Және де оқушылар нәтижелері барлығы жөнінде анализдер жасалады. Күнделікті ата-аналарымызға онлайн түрде оқушылардың орындаған тапсырмалары мен тест нәтижелері жіберіліп отыр.